Меркі, тарихы терең, табиғаты көркем мекен. Әр тасында тарих, әр бұлағында өмір бар қасиетті мекен. Құрманбек Жандарбеков атындағы балалар өнері мектебінің бастауыш кәсіподақ ұйымы көптеген жылдар бойы жай ғана қоғамдық ұйым емес, ұжым үшін қолдау, бірлік пен шабыттың нағыз орталығы болып келеді. Бүгін өткенге көз жүгіртсек, әр бастама шынайы ынтамен туындап, кез келген іс адамдарды біріктірген сол кезеңдерді жылы сағынышпен еске алмау мүмкін емес. Бастауыш кәсіподақ комитеті өз қызметін сенімді түрде жалғастырып, өткеннің озық дәстүрлерін сақтай отырып, заман ағымымен бірге қадам басуда. Бұрын барлық жұмыс қағаз журналдармен тікелей қарым-қатынасқа негізделсе, бүгінде оған заманауи технологиялар қосылды. Дегенмен шынайылық пен өзара қолдау сезімі өзгеріссіз қалды. Бұл тек жауапкершілікпен ғана емес, ерекше, тіпті музыкалық көңіл күймен де ерекшеленеді. Өйткені музыкалық мектептен басқа қай жерде ең күрделі мәселелердің өзі шығармашылық тәсіл арқылы шешіледі. Кәсіподақ комитеті мекеме басшылығымен бірлесіп, ұйымды құрылымдық қайта құру және дамытуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу мен жүзеге асыруға қатысады. Кәсіподақ өкілдері барлық комиссиялардың құрамына еніп, өз пікірлері мен ұсыныстарын білдіреді. Сондай-ақ еңбек заңнамасының сақталуын қамтамасыз етеді және қызметкерлердің құқықтарын қорғайды. Жақсы дирижер оркестрдің бір тұтас үнін қалай үйлестірсе, сол сияқты кәсіподақ көшбасшысы да пікірлер әртүрлі болған жағдайда ұжымның бірлігін сақтауға ұмтылады. Мұнда әдеп, бедел және сендіре білу қабілеті аса маңызды. Сонымен қатар, дирижер партитураны күрделі музыкалық мәтінді оқиды, ал төрағаның өз партитурасы бар. Еңбек заңнамасы, ұжымдық шарт, ішкі құжаттар, қызметкерлердің мүдделері. Ол осы ноталарды жақсы меңгеруі тиіс. Сонда ғана ұжымның құқықтарын сауатты әрі уақытылы қорғай алады. Ең бастысы эмоциялық құрамдас бөлігі. Нағыз дирижер оркестрге шабыт береді. Сол сияқты жақсы кәсіподақ көшбасшысы сенім, қолдау және сенімділік атмосферасын қалыптастырады. Онсыз ұжымның таза үнін қалыптастыру мүмкін емес. Кәсіподақ комитетінің жұмысы әр түрлі, бірақ бірдей маңызды бағыттар бойынша жүргізіледі. Соның ішінде еңбекті қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бұл тек формалды тексерулер мен нұсқаулықтар емес, әрбір қызметкерге деген қамқорлық, жұмыс орнын қауіпсіз әрі жайлы етуге ұмтылыс. Әңгімелер, семинарлар, талқылаулар өткізіліп, бұл шаралардың артында нақты жауапкершілік пен жанашырлық бар екені әрдайым сезіледі. Тексеру және келісім комиссиялары үйлесімді жұмыс атқарады. Олардың қызметі ұжым ішіндегі ашықтықты, әділдікті және сенімді қамтамасыз етеді. Барлық мәселелер әр пікірге құрметпен қарап, ашық түрде шешіледі. Бұл кәсіподақты қызметкерлер мүддесінің сенімді қорғаушысы ретінде нығайтады. Және бұл жай ғана бақылау емес, ұжымды дамытуға бағытталған серіктестікке айналады. Мәдени көпшілік жұмыс ерекше орын алады. Концерттер, байқаулар, сапарлар, мерекелер, мұның бәрі ұжым өмірін жарқын түстерге толтырады. Осындай шаралар адамдарды жақындастырып, таланттарды ашып, көпшілік жылы жүзбен еске алатын ерекше атмосфераны қалыптастырады. Жылылық пен қамқорлыққа толы әйелдермен жұмыста назардан тыс қалмайды. Кәсіподақ комитеті олардың мүдделерін ескеріп, қиын жағдайларда қолдау көрсетіп, жұмыс пен отбасы арасындағы үйлесімділікті сақтауға жағдай жасайды. Сонымен қатар, жастармен жұмыста аса маңызды. Жас мұғалімдер мен қызметкерлер кәсіподақтан қолдау, тәлімгерлік және өзін көрсету мүмкіндігін табады. Олар тек қолдау алып қана қоймай, өздері де белсенді қатысушыларға айналып, жаңа идеялар ұсынып, жобаларға қатысады. Бүгінде кәсіподақ комитеті заман талабына сай жұмыс істейтін, заманауи құралдарды меңгерген, икемді әрі жаңашыл адамдардан құралған ұжым. Егер бұрын кәсіподақ ұжымның жүрегі деп айтылса, бүгінде оған тағы бір анықтама қосуға болады. Ол алға сенімді қадам жасауға бағыт беретін нағыз навигатор.